Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз математика 69-шы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып дөңгелек сандарды ауызша қосу және азайтуды үйренетін боламыз. Бірінші, жетінші есептерді бірге шығарамыз. Бірінші есеп: гүлбақ пен саябақтарды безендіру үшін өсімдіктерден жасалған қоршау жиі қолданылады. Суреттегі қоршаулардың периметрін тап дейді. Бізде 3 сурет берілген. Біз осы гүлбақтардың периметрін табуымыз керек. Периметрдің формуласы бізде ұзындығы мен енін қосамыз және 2-ге көбейтеміз. Біз енді А гүлбақты табуымыз керек. Ұзындығы 8, ені 8, яғни бұл шаршы екен. Барлық қабырғалары тең екен. Жазамыз периметр А гүлбақты жазамыз және жақшаның ішіне ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. Сонда 16 болады. 8-ге 8 қоссақ көбейтеміз 2-ге 32 метр болады. Келесі біз В гүлбақты табайық. Ұзындығы бізде 80 метр, ені 8 метр. Міне жаздық. Периметрі В гүлбақ, яғни жақшаның ішіне 8 бен 80-ді қосамыз, 2-ге көбейтеміз. Жақшаның ішін қосқан кезде бізде 88 шықты, 2-ге көбейтеміз, 176 метр шықты. Енді келесі С гүлбақты табайық. Периметрін ұзындығы бізде 20 метр, ені 10 метр екен. Қарайық міне. Периметрі С гүлбақ, жақшаның ішіне бізде ені 10, ұзындығы 20. Жақшаны жабамыз, 2-ге көбейтеміз. Жақшаның ішін қосқан кезде бізде 30 шықты, 2-ге көбейткен кезде 60 метр шықты. Екінші есеп: салыстыр. 200-ге 3-ті көбейтсек 600, 450-ге 50-ді қоссақ 500, сонда 600 саны үлкен екен. 670 қосу 6, 676, 2 көбейту 300, 600 болады. Сонда бізде 676 саны үлкен. 742 қосу 8, 750 болады. 400 көбейту 2, 800 болады. Сонда бізде 800 саны үлкен екен. 7 көбейту 100, 700, 824 азайту 20, 804. Сонда бізде 804 саны үлкен. 1000 бөлу 10, 100, 10 көбейту 10, 100 шығады. Сонда бізде екі жақ теңдей. 980 азайту 980 болады. 800 бөлу 10, 80 тең болады. 441 қосу 9, 450, 450 қосу 30, 480. 480 саны үлкен. 300 бөлу 103, 180 бөлу 60, 30 болады. Сонда бізде 30 саны үлкен екен. 30 көбейту 2, 60, 210 бөлу 10, 21. Сонда бізде 60 саны үлкен екен. Үшінші есеп: есепте 30 көбейту 3, бұл жерде 3-ке 3-ті көбейтсек 9 болады. Міне мына 0-ді әкеліп жазамыз, сонда 90 саны шығады. 30 көбейту 30, 3-ке 3-ті көбейтеміз 9. Мына жерде 2 0 бар. 2 0-ді артына жазамыз, сонда 900 саны шығады. 300 көбейту 3, 3-ті 3-ке көбейтеміз 9. 2 0-ді жазамыз, 900 саны шығады. 600 бөлу 200. 2 0 қысқарады. 6-ны 2-ке бөлсек 3 саны шығады. 90 бөлу 3. 9-ды 3-ке бөлеміз 3 болады. Міне мына 0-ді әкеліп жазамыз, сонда 30 болады. 900 бөлу 3. 9-ды 3-ке бөлсек 3. 2 0-ді артына жазамыз, 300 саны шығады. 900 бөлу 30. 1 0 қысқарады. 9-ды 3-ке бөлсек 3. Міне 1 0 жазылады. Сонда 30 саны шығады. 900 бөлу 300.
2 ноль қысқарады. 9 бөлу 3, 3 саны шығады. 40 көбейту 2. 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 0 жазылады, 80 саны шығады. 40 көбейту 20. 4-ті 2-ге көбейтсек 8, міне 2 0 артына жазылады, 800 саны шығады. 4 көбейту 200. 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 200-дің артындағы 2 0 жазылады, 800 саны шығады. 800 бөлу 200, яғни 2 0 қысқарады. Сонда 8-ді 2-ге бөлсек 4 саны шығады. Төртінші есеп, есепте А нұсқасына қарайық, кесте бойынша есепті шығарайық. Көбейткіш, көбейткіш, көбейтіндінің мәні. Яғни 23-ке 10-ды көбейтсек, 230 болады. 10-ды 40-қа көбейтсек, 400 болады. 900-ді 9-ға бөлсек, 100 болады. 20-ны 30-ға көбейтсек, бізде 600 саны шығады. 4-ті 200-ге көбейтсек 800 саны шығады. Яғни біз мына жерде көбейтіндінің мәні бар, көбейткіш бар. Енді тағы бір көбейткішті табу үшін біз 310-ды 10-ға бөлеміз. Сонда 31 саны шығады. 70-ті 10-ға көбейтсек 700, 300-ді 10-ға бөлсек 10 саны шығады. А нұсқасына қарайық, кесте бойынша бөлу амалы арқылы шығарады екенбіз. 250-ді бөлеміз 10-ға, яғни артында 1 0 қысқарады. 25-ті 1-ге бөлгенде 25-тің өзі шығады. Келесі 600-ді 30-ға бөлеміз, 1 0 қысқарады. 6-ны 3-ге бөлсек 2, мына 0-ды жазамыз, 20 болады. 700-ді бөлеміз 100-ге, яғни артынан 2 0 қысқарады екеуінен де. 7-ні 1-ге бөлсек 7 саны шығады. 210-ды 10-ға бөлсек, яғни 1 0 қысқарады, сонда 21 саны шығады. 500 бөлу 100, артынан 2 0 қысқарады, 5-ті 1-ге бөлсек 5 саны шығады. 1000-ды 50-ге бөлеміз, яғни 1 0 қысқарады. 10-ды 5-ге бөлсек 2, міне 1 0 жазамыз, 20 саны шығады. Бізде бөліндінің мәні бар, бөлгіш бар. Бөлінгішті табуымыз керек. Бөлінгіш үлкен сан болу үшін біз 40-та 20-ны 40-қа көбейтеміз. Сонда 800 саны шығады. Мына жерде де дәл солай. Бөліндінің мәні 4, бөлгіш 200, бөлінгіш үлкен сан болу керек. 200-ді 4-ке көбейтеміз, немесе 4-ті 200-ге көбейтеміз. Сонда 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, мына 2 0-ды артына жазамыз, 800 саны шығады. 5-ші есеп, әр бағандағы өрнектерді салыстыр, бағандар қалай құрастырылғанын түсіндір есепте. 4 көбейту 10, 40, яғни 4-ті 1-ге көбейтеміз 4, артындағы 0-ды жазамыз, 40 болады. Келесі 2 көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. 10 көбейту 4, 40 болады. Енді тексереге 40-ты 10-ға бөлсек 1 0 қысқарады, 4-ті 1-ге бөлсек 4 саны шығады. 40-ті 4-ге бөлсек, 4-ті 4-ге бөлсек 1 болады. Міне 1 0-ды жазсақ 10 болады. Келесі дәл солай 8 көбейту 100, яғни 8-ді 1-ге көбейтсек 8, артындағы 2 0-ды жазамыз, 800 саны шығады. Келесі орындарын ауыстырамыз. 100 көбейту 8, яғни 1-ді 8-ге көбейтсек 8, 2 0-ды артына келіп жазамыз, сонда 800 саны шығады. 800 бөлу 100 тең 8 болады, яғни 2 0 қысқарады. Сонда 8-ді 1-ге бөлсек 8 болады. 800-ді 8-ге бөлсек, 8-ді 8-ге бөлсек 1, 2 0-ды әкеліп жазамыз, сонда 100 саны шығады. Дәл осылай ары қарай шығарсаңыздар болады. 6-шы есеп, салыстыр. 7-ні 100-ге көбейтеміз. Яғни 7-ні 1-ге көбейтсек 7, артындағы 0-ды қоямыз, 700 саны шығады. 600 қосу
90, 690 болады. Сонда 700 саны үлкен екен. 1000 бөлу 10, яғни 1 нөл қысқарады, сонда 100 болады. 10-ды 20-ға көбейтсек 200 саны шығады, сонда бізде 200 саны үлкен екен. 30-ды 2-ге көбейтсек 60, 360-ды бөлеміз 60-ға 6 болады, сонда 60 саны үлкен екен. Келесі 444 қосу 9, 453 шығады, 450 қосу 30, 480 саны шығады. Сонда 480 саны үлкен. 300-ді бөлеміз 100-ге. Артында 2 нөл қысқарады, 3-ті 1-ге бөлсек 3-тің өзі шығады. 210-ды бөлеміз 70-ге, 1 нөл қысқарады, сонда 21-ді 7-ге бөлсек 3 саны шығады, сонда тең болады. Келесі 980 азайту 980 болады. 700 бөлу 100, яғни 2 нөл қысқарады. 7-ні 1-ге бөлсек 7 саны шығады, сонда 80 саны үлкен болады. 7-ші есептің А нұсқасына қарай, қоршаудың ұзындығын тап, қоршаудағы әр бөліктің ұзындығы бірдей және олар суретте көрсетілген. А нұсқасына қарайтын болсақ, бірінші қоршауға қарайтын болсақ, арасы 2 метрден неше қоршаудың арасы неше бөліге? 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5, 6, 7 бөлік бар екен. Сонда жазамыз 2 метрден 7 бөлікке бөлінген 14 метр бар. Келесі екінші қоршаудың арасы 3 метрден 1, 2, 3, 4 бөлік бар екен. 3 метр көбейтеміз 4-ке 12 метр болады. Үшінші қоршауға қарайық, арасы 4 метрден 1, 2, 3 бөлік бар екен. 4 метр көбейтеміз 3-ке тең 12 метр болады екен. Ә нұсқасына қарайық, егер әр бөліктің ұзындығын 10 есе арттырса, онда қоршаудың ұзындығы қалай өзгереді? Есептеуді жаз дейді. Бізде қоршау берілген. Мына жерде 2 метр, мына жерде 3 метр, мына жерде 4 метр қоршаулардың арасы. Бөліктердің арасы, осыларды 10 метрге арттырса, 10 есе арттырса, есепті қалай шығарамыз? Бірінші жазамыз 2 метр, міне 2 метр, 10-ға көбейтеміз, 7 бөлік бар. Сонда 14 метр еді, мына жақта 10-ға арттырсақ 140 метр болады. 12 метрді 10-ға арттырсақ 120 метр болады. Мына жерде үшіншісінде де 12 метрді 10-ға арттырсақ 120 метр болады. Б нұсқасына қарайық, ауданы 32 сантиметр. Ал бір қабырғасы 4 сантиметр болатын тіктөртбұрыштың периметрін тап дейді. Бізде мына жерде тіктөртбұрыш сыздық. Енді осы міне ауданы 32 метр сантиметр квадрат. Енді бір қабырғасы 4 сантиметр. Енді біз осыны тіктөртбұрыштың периметрін табуымыз керек. Бірінші біз периметрін табу үшін В-ны табуымыз керек, яғни ұзындығын табуымыз керек. Бізге ені көрсетілген 4 сантиметр, енін табуымыз керек, сосын периметрін табуымыз керек. Бізде ауданын табу үшін S А көбейту В. Сонда бізде S деген 32, А деген ені 4. Біз В-ны табу үшін 32-ні 4-ке бөлеміз, сонда 9 сантиметрге тең екен. Сонда бізде ұзындығы 9 сантиметр болады екен. Енді арғарай периметрін табуымыз керек. Периметрінің формуласы бізде периметр пи тең жақшаның ішіне ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. Сонда жазамыз. Пи тең жақшаның ішіне 4 қосу 9, жақша жабылған, көбейту 2. 4-ті 9-ға қоссақ 13, 2-ге көбейтсек 26 сантиметр болады. Жауабы периметрі 26 сантиметр. Осымен сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.
видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық.